Сәлем достар, сіздермен бірге блогер Ира және де Жасұлан деген бала, мен ағам. Ал енді біз бастаймыз. Біз, достар, бомағыр ерлен шықтық. Бізге суда жүзетін боламыз, қайқа барсақ деп тұрмыз. Негізі біз Майнкрафттың бәр сырын біреміз деп көп мақтанып қойған жаным, кеттік. Ана жерде арал. Әшейін. Қалаңыздар, сегізде аяқтар. Өтін шығып болғанбыз. Аликизет аға осыны ойнап еді, бірақ соған мен комментарий жазып едім. Барлық Майнкрафттың құпияларын жазғанмын. Микс деген Аликизеттің досына. Үшінші бөлім микста болды, соған барлық құпияны жазғанмын. Сенбесеңіздер микс дегенді жазып, соны көріңіздер. Барлық құпияны соған жазған болатын. Аликизет аға, сізге көріп тұрсаңыз, осы видеоны сізге сәлем жолдаймын. Микс аға, сіздерде Майнкрафт, біз Майнкрафтты негізімен 2010 нештен бастап ойнап жатырық. Біз 2016-тан бастап ойнап жатырық, 2016-тан бастап. Мен 6 жасында ойнаған бұл ойынды. Басында біз тупой бөбек, тым білмейтін. Андай болады ғой, мысалға ше, Атурнет, Нубик деген сияқты андай тым білмей өтірік ұржиып жүре білетіндер ше, сондар сияқты болғанбыз біз. Тупица басында. О, ағаш! Дуб таптым, дуб. Екінші бөлім осы Жасұлан деген баланың арнасында шығады. Шығып болайын едік қой. О, достар, дубы бар араға. Еппа, мен қарным аш. Со утопленник ше, су зомби. Білетіндер барса комментке жазып кетіңіздер. Утопленник қой. Тілім келмейді. Біз бұл жерде бәрі мұрттың асын білеміз де амай. Мейді көп мақтанбақ қояйын. Өзіне мақтаншақ емеспін. Өйтіп жаман өліп қалмаңыздар. Мен Шымкенттікі мен Жетісай көрікті ауыл жаңа туған көшесі. Скалет. Сыныптаға кел. Жасұлан аға деген. Сүндет деген досым бар еді. Өлтіріп тастады. Алтын кейін маған. Жоқ. Короче, мен Сүндет ағаның қасынан шықтым қазір. Куда 3 скелет жабылып жатыр. Прикинь. Достар, короче, қазір достарының қасынан қалай шығу керек екенін мен көрсететін боламын. Сосын азан қылуды қалай болу керек екенін де көрсететін боламын. Короче, ондай кезде бүйтесіздер. Мына настройка бар ғой. Соның қасында мына тұр ғой, соның қасында сообщение тұр ғой, сообщение сияқты. Сондайға былай кіресіздер. Потом мынандай просто настройка соның қасында таяқша тұр ғой. Соған былай басасыздар. Міне перенеси деп тұр ғой. Со куда дегенді басасыздар да, міне. Ал бір соның өлің қасына шақыру үшін когоны басасыздар, блогер Иран басып, куданы басып, міне Жасұлан дегенді басамыз. Ал мен куда деймін да, Жасұлан дегенді басамын. Сүндет ағаның қасына шықтым. Ал қазір азан қылуды көрсететін боламын. Міне. Және время деп тұр ғой, перенесидің астында. Міне адамдар тұр. Ден, міне азан. Потом міне достар, сосын жаңбырды тоқтатуды да айтамын. Достар, міне мысалға бұлай жаңбырды гроз ағып жатыр. Найзағай мен жаңбыр екеуі қосылып жауады. Ал дождь деген қойсақ, кәдімгі жаңбырдың өзі жауады. Ал ясныйды қойсақ, жаңбыр тоқтатылады. Короче, осындай. Короче, құпияның жарысын білеміз. Творческийге айналамайтындар болса, міне осы настройкаға кіресіздер. Тағы бір настройка тұрады, соған кіреміз. Потом міне выживание творческийге қоясыздар. Творческий, міне мен ұша аламын. Міне мен
ушу аламын. Есесинен заттар ашык бәрін үй салууга болот, любой зат салууга болот. Мен азыр кайттан выживанияга айналамын. Мен силерге барлык купуяны айтып биттим. Сен зомби. Короче, жэндеги арал жака баруу керекпиз биз. Достор, короче, мен азыр кылыч жасап алатын болам. Верстак жасаймыз. Короче, палка да жасаймыз. Меч жасаймыз. Короче. Кылычка киремиз, менен жасалып тур. Бәрекелді. Келсинда киркага жетпей калды. Кайдасыз? Барам сизге күтөтөм. Просто жетпей калды достор. Короче, есінде даған заттар мен жасылан деген балан түттеріне болып қайда кетіп қалды. Короче, лайк басып, подписчик жасауды ұмытпайық. Сосын қоңыраушаны басып қойық. Мен шыққан видеоларын бірінші сіздерге келетін болады. Ана қызылды сорға айналдырып кетейік. Ал сорды көкке айналдырып кетейік. Короче, лайк басып кетейік. Мен короче Алик ағаның фанатымын. Алик ағаның фанаттары бар ма? Мені көріп отқандар. Алик аға сыйлап аттық. Не ақтасың? Осы Жасулан деген бала да Алик ағаны қолдайды. Нұрчен мен жәндік арал таптық достар. Скелеттердің әдәбін беретін боламыз. Осылар мен айтпақшы, бұлай пәске түсіпше бұл айналарын түбін қазып жереміз да. Бұлай төбеге кетсек, бұлар бұлай пісіруге болады. Сосын пешке қасап пісірсен тамақ шығады. Бұларды ше пешке қасап пісіретін болсаңыздар тамақ шығады. Бірақ ол жат қарнынан тойдырады. Менде 17 балдар бар қазір. Бұны пісіру үшін бізге керек. Ал мен шошқаларды қазір өлтіретін боламыз. Мана сіздің заттардың үстінде дағы. Енді киркаға жетпей қалды. Маған өзін жасап аласы кирка. Бірге сен тастадың. Сол. Короче, кім заттар үй туырлап қойған жақсы көреді. Ой, мен зат шашылып тұрған қаламайым. Негізінде ше. Неге тапыр ауыспай қалды? Мен қуда отырды. Неге тастамайды бұл тапыр? Қазір тваршки ойнап тастайық, короче. Құранна хадисін ғой біз. Ешек. Достар, қуды, короче. Қуды. Осылай тұра берсінші. Қазылан екен. Жеңгетпейді. Жаңғыртпыт достар. Мен балтам қуып қалды тапорым. Достар, бұда ауылдауға болады. Мен соға... Жоқ. Осы тұрған жоқ. Кім телефон Samsung Galaxy A10 менікі сондай. Сондай телефондар барлар айтпас. Göreceğiz. Bu video uzak болуы мүмкін. Нехтар Жасулан ағай. Негізі мен ағам, просто видеода аты Жасулан. Ағам негізінде, ағам екеуміз түсіріп отырмыз, короче. Мен ондамын, ал ағам 2002 жылғы, мен 2013 жылғымын. 11-ге жақында толам. 1 сентябрь оқу күні толам. Сізді тағаны Майнкрафт.
Yok. Короче, Жасұлан кірді жайында. Өзі бір себептермен шығып кетіп еді. Біз қазір Астанадамыз, неге жетсек екеуміз Астанаға қыдырып келген болатынбыз. Мен бұл видеоны 3-тен 15 кеткенде, бүгін 11-ші не үшін таға? 11-ші ақпан 2021 жыл. Сол түсіріп отырмын. Көріп аққандар болса. Егер келетіндер болса, бізбен ойнауға құлагер неш ол? Құлагер жақын. Жағалау. Құлагер 1 ма 2 ма сондайды. Құлагер деген дом. Жақында мен өзімнің бір күндік өмірімде шығуы мүмкін. Сындатаға Жасұланаға екеуміздің бір күндік өмір. Неге Сындатаға деп қала берем? Сындат деген ең жақсы досым бар да. Мен яқта ауыл бар ау. 3 тұрғын зомби жүр. Тұрғын зомби шығады. Оның бар. Қырғын жабылып отыр. Жандарымыз айтуымыз. Қыранеға құры. Кейбірі осылай істер. Осы қажеттерін ұқтар. Достар, мен бір кетуге амал жоқ. Қылыш тұрғандан аман ұрған қалай кетті деймін. Оңай қылышпен. Странеде көп кеттім мен. Короче, біз сосын кейінгі біз бай едіміз, біз шынымдай түйін естім. Мақтанып, жаман жоқ қоймайды, шынымдай түйін. Біз 5 адамды қойып ауылда ойнайтын едік. Сол ауылда біз шахтаға түсіп алмаз, изумруд алатын едік. Шынымды айтып тұрмақ ғой. Мен шынымды айтып тұрмайды, өтірік айтып жатыр, мақтанып жатыр деген әңгіме жоқ енді. Сөйтіп мақтанып жоқ, шынымды айтып тұрмақ. Ауылда 5 адам қойып түнде 1-2-лерде достарымыздың, ауылдағы достарымызбен ойнайтын едік. Мен ойнайтын едім, Жасұлан ағам қалада қазір. Сол мен қалаға қыдырып келгем. Азимхан Иманбек Астанада екен. Сол Азимхан Иманбек осы видеоны көріп тұрсаң, короче, құлагер қай подъезде тұрасың айта кетші. Мен сіздің де фанатыңызбын. Нұрланбек, Азимхан Иманбек, сол Нұрланбек ол. Нұрланбек көріп отырсаң, саған да сәлем жолдайым. Короче, ютуберлерге сәлем жолдайым. Короче, қазір үй салатын боламыз. Мен үй салудың да шебермін. Осы құлагерге келіңіздер, үйретемін. Майнкрафт үйрететін болам. Барлық құпия. Біз ендігі бөлімде 2-ші бөлім Жасұланда шығады. Ал содан кейін 3-ші бөлім тағы бір балада шығуы мүмкін. Я? Әжібек деген балалар сол балада шығуы мүмкін 3-ші бөлім. Мен ашық кетемін. Деймін да. Ағаштардың бәрін қасып қойдық па, неде ағаш бар ғой кеттік қазақта. Қой жүр. Тамақ керек. Бәрін қырып жойып отырып қой. Осы сиырдың етін айтты я маған. Майнкрафтта да шын өмірде де. Бұл екеу екен.
сиырдың короче сүтін саууға болады. Ешкінікінде бұл версияда ешкі бар. Ешкі тауда болады. Енді 3-2 бөлімдерде сол тауға шығатын боламыз. Ол кезде біз бір кен дала жерді табуымыз мүмкін. Ауылда тауып қалуымыз мүмкін. Ауылда голем деген зат сіздерге көрсетем, білмейтіндер болса. Железадан жасалады кәдімгідей. Міне желез таптым. Железа дегенде железа шыққан. Достар, міне желез таптым, короче. Ой, шагай. Айпай. Банлан, обыз қашын. Міне 3 желез, бұның астында тағы біреулер бар. Неде 2 желез ғой, короче. Бұл тек тас кеткенмен қазылады, ағаш кеткенмен қазылмайды. Ал тастар кәдімгі камен ғой, камен. Осылар сол ағаш кеткенмен қазылады. Міне үшеу. Ол айттым ғой шығады деп. Достар, міне шықты, короче. Короче, басталмай жатып бай біз кейін алмас тауып дәу шақтаға аттанған соң бұларды менсінбей кетеміз. Қазір болып отырып қосыларға. 9 желізі, короче, мен. Ой, 9 емес, 10. 11 дивер, короче. Жаңбырды өшіре саласыз ба? Қолма тартып. Өзім өшіре салайын. Мен қолдан тартып. Маған біле шықты. Көмір шыққан бәді? Көмір жоқ, камендер. Камен газ бізге керек болады. Қараңыздар. Ағаш кеткенім қалды. Камен қазып алайық. Бір сырып алып болып короче камен. Ложник. Булыжник. Каменді пер баққан соң. Мен орысша онша білмеймін, достар. Қазақшаны жақсы білем. Бәріміз қазақша білетін шығармыз. Негізі мен атым Тұрдалы Ерасыл, фамилиям Тұрдал, атым Ерасыл. Просто осы телефон сатып алғанда бұл басында Мурадил Баратжанов деген өзбек па, орыс па жүрсе бір баланыкі болған. Содан мен сатып алғанмын. Ағам сатып берген Темірландай. Короче, өтінем тіркеліп кетейік, қолдап кетейік. Аликаға тіркеліп кетіңізші, мен сіздің шынайы фанатыңызбын ғой. Жаңа өзендесіз ба? Қазіргі кезде әлде осы қала Астанадасыз ба? Комментке жазып кетіңізші. Neyse, жаңа өзендіксіз, ya? Жаңа өзендік. İş pısık bitti. X так 23, 25 potostar. Neden? Булыжниктан. Железа. Железадан 11. Ош, железа, дедім, сен железа шығады.
жолым болуп атыр достор. Siz de tilep atkan шығарсыздар ya işlerinizi. Екінші бөлім тезірек шықсын десеңіздер, осы видеоға 100 лайк жинап кетейік. Немесе осы сіз мен өйтіп лайкқа қарап қалмаймын, шығара берем. Сіздер өйтіп 100 лайк жинасын деп қинамаймын. Мен шығара берем, өйтіп 100 лайк жинасын деп қинамаймын. Өздеріңіз білесіздер қанша лайк жинасаңыздарды. Мен дым демеймін сіздерге. Неше еді? 11. Көп болды. 18. Қараңғы жұта. Факел жағу керек нелер. Зат шашылмайтынды да қылуды жақында үйрететін боламыз. Енді бұған лайк обязательно қойылуы мүмкін достар. Зат шашылмайтын құпия, ол құпияны мен бір өзім түсіру мүмкін. Құпияны андайды. Майнкрафт құпиясы деген видео шығу керек. Керетін? Әне өдеме клава шыққытты. Жаңадан жоғады ғой? Қайсы? Лава судан жоғады. Достар, мен тағы да железа таптым. Видео ұзақ болып кеткен сияқты, әлі жалғастырайын ба? Әлде көбейе берсін ба мен? Көбейе берсін. Достар, короче, менікі 24 volt, 25, 26, 27. Қараңыздар шамасы. Мен компьютермен ойнап батырмын деп өтір мақтанбақ қойын. Бірақ компьютермен компьютер жоқ. Телефонмен ойнап отыр. Компьютер құдай қаласа болады, сәл өскен соң. 5-ші классқа оқуым керек, кеш барып қалғам. 7 сайда оқимын, бірақ онлайн ғой қазір. Астанада телефонмен онлайн оқимын. Екі мыңдар бар ма? Осын көріп отқан. Лагер 1, 13-ші подъезд, 6-ші этаж. 381. Я? Я? Есіктің номер, я? Таптым. Не ол? Görmeksin ötürü. Niyetine kalmadı. Boş железо. Yok. Достар, мені бірден дамытсаңызшы, ана орыстардың блогерлерін үші жүйсін. Бұл қазақтың баласы. Қазақ бірден дамып кетті деген сияқты. Ешек. Неғып тұрсын. Факел жақшы анда. Жаған ат жүр. Sen pes kesmeyi çok ederim. Менде факел жоқ қой, мен енді железо бар берген. Yok, бегеш. Бегеш? Çatı spawner var. Ana menka. Бегеш? Еу, бегеш. Кім? Ешек бассыз ғой, а? Мен осы жерді ашшы деп тұрам. Сен ашып қойыпсыз ғой мен. Достар, сосын бұлай. Мысалы, бұда бұлай тұрып тұрсаң құлайсың да кәдімгідей. Мына мишканы бұлай екі ортасына бассаң тізерлеп отырасың да, мына құламайсың. Тек мына секретін, мына шеттегі секретінді мына секретінді басса, ең шеттегі тұр ғой мына шетте секрет. Соны басып қана секрет құлайсың. Әйтпесе итак бұлай құламайсың. Короче, ей! Давай. Ей! Ей! Gördün mü? Түсін, өлемін. Ne var kal?
Мен 2,5 жаным. Қайда жүрген? Клипті жазып жүрген ғой. Сен оның пайдасын мен көрдім. Сен өзің мен шықтым ғой. Nerede zor sağlık yiyen adam жүр. Суға түс бар. Суға түс. Суға. Достар. Сосын бұны бұлай ұрып саудың жанын келтіп қойғанша бұлай суға түсе салу керек, короче. Сосын суға түсті ау утопленникке айналады, короче. Бірақ бұл жерде утопленник 10 сағаттың келіп болады. Естідің бе? Естідің бе? Нені? Маған жер гүл өткен дауыс шықты. Сақтадан бар ғой? Аны. Да заброшенная психбольницасы жасыл бақшаны түсіргендей. Ютубердің көбісін танимын. A4 мал ғой достар, айтсаңыздар. Кім? A4 деген орыстың ютубері. Достар, мен және зомбиді тұрып кетесі. Зачита 2 ген кеудеше ескеле оған. Көтерген кеудеше 38 көмір бар. Жанды көдемесе білмейсің. Короче, мен верстакты қойып. Өзін тушын. Біз бәлі өтті. Дәл олық. Короче, комнаты саламыз. Етімді пістіреміз, короче. Посмотрит. О, біреуге жиналады. Біреу жиналды. Екіншісі жиналды. Үшіншісі. Атым Ерасыл білмейтіндер болса қайталап өтейін. Ерасыл. Апамыз Батырдың шын аты Ерасыл болған. Үйтіп мақтанбақ қойын. Мен анандай деп үйтіп мен бұрынғы батырларды үйтіп қойын. Бірақ шынында айтып тұрмын мен. Апамыз Батырдың шын есімі Ерасыл болған. Бірақ сондай болсын деп қоймаған атымды. Просто Ерасыл деген ат қойған. Сондай Апамыз Батыр сияқты болсын деп қоймаған. Просто әшін Ерасыл деп қойасаған. Үйтіп мақтанбаймын мен. Менің атым Апамыз Батырдың аты деп. Өзім қандай болып туылдым, сондай болып жүрмін. Үйтіп андай қыздармен ертіп жүрмеймін. Сіздерге, короче, мен Кенесары хан туралы мәлімет айтып берейін. Короче, Кенесары хан бұлай болған ғой. Қырғыздар оны қалайда өлтіре алмаған, бәрін сезетін болғанда, короче, қырғыздар үйтіп қалайда өлтіре алмаған, короче, қырғыздар. Сол қырғыздар сол өзі. Алтын? Сол өзі қырғыздар бір күні біткен. Соны бір көріпкер айтқанда қырғыздар сұрап барған көмек. Әйтеуір атыр кім еді? Кенесары ханның әйелі ма, әйтеуір көріпкел ма, ұстап берген Кенесарыға бұлай айтқан ғой қырғыздарға, короче. Кенесары азанда таң намазына отырады, сол кезде оның басын аласыңдар деген, короче, біткен ғой Кенесары. Сол азанда келгенде Кенесары намаз оқып жатқан кезінде, Кенесары намаз оқып отқан кезінде, короче, қылыш сезген ғой, қырғыздар келгенін сезген да қосынына. Бірақ өзінің намазын бұзбаған. Сол намаз оқып аққан жерінен басын шауып жеген қырғыздар.
Осын басы домалап барып бир жерге түшкөн да, сүйөр кудук болуп калган. Сол Кенесарынын басы қазір Россияда. Оны осы Қазақстанға әкелсе, короче, Қазақстанға күш бүтеді. Қазақстан, короче, күшті болады ол кезде. Қазақстан ешкім жеңемейді. Осы уақытта Отан соғысында біздің қазақтар Россияға көмектеспегенде, қазір немістің қолы болып жүретін еді Россия. Иә, Жасұлан аға? Мен орысымын. Неміс. Россия пайдаланып кетті ғой барлық елді. Қазір әлем шарында ең жері дөп Россия. Иә? Ал халық көп Қытай. Халық жағынан. Осы мәлімет айттым сіздерге. Жақсылап соны миларыңызға ұғып алыңыздар. Кенесары хан намаз үстінде өліп кеткен қазақтың соңғы ханы Абылай ханның баласы. Короче, қазір міне сенбесеңіздер тексертіп көрсетемін. Міне, бұда Жасұлан, міне шахтадан шықтым Сүлеймен ағаның қасына.